Алматы облысында ұлттық ат спорты түрлерінен жастар арасындағы өңірлік чемпионат аяқталды. Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған бұл жарысқа 2005-2007 жылдар аралығында дүниеге келген 200-ге жуық спортшы қатысты. Олар көкпар, аударыспақ, жамбы ату және теңге ілу бойынша күш сынасты. 7 команда арасында өткен көкпар ойынында Қарасай ауданының көкпаршылары чемпион атанды. Бұл құрама ақтық кездесуде Райымбек ауданының көкпаршыларынан басым түсті. Аударыспақта Райымбек ауданының Қайрат Абдусабір, Сәрсенбай Сұлтанбек, Алмас Төкенұлы, Әділет Омбылжан сияқты білекті де тақымы тастай мықты жігіттер өз салмақ дәрежесінде ешкімге дес бермеді. Жамбы ату бойынша Кеген ауданының түлегі Мадияр Шәріпбай, теңге ілуде еңбекші Қазақ ауданының спортшысы Нұралы Ерсін өңір чемпион атанды. Жалпы командалық есепте Райымбек ауданының өрендері бірінші орынға, ал Кеген ауданының жастары екінші орынға ие болды. Үшінші орын Ұйғыр ауданының түлектеріне бұйырды. Тәуелсіздік күніне орай Алматы облысының ұлттық ат спорт түрлерінен іріктеу чемпионаты болып отыр жастар арасында. Бұл дегеніміз келесі жылғы бұйыртса Қазақстан Республикасының чемпионатында өнер көрсететін құрама команданың сол бойынша жастарды іріктеп аламыз қазір. Қазір жақсы Алматы облысының ұлттық спортқа деген көзқарасы, дамуы үздік үштікте жүр деп айта аламыз.